Осындай образбен баламның садиктегі жаңа жылына келдім. Жаңа жылға 10 күн бұрын ата-аналар болып ақша жинадық. Ал мен балаларға сыйлық алуға базарға келдім. Барлығымыз ақылдаса келе осындай ақылды телефонның розовый түсін ұлдарға, көк түсін қыздарға алған болатынмын. Балалардың жаңа жылы сағат 9:30-да басталады дегендіктен мен осылай арқаланып, асынып балалардың сыйлықтарын алып шықтым. 9:30-да емес, 9:50-де басталды. Ал қызықтың бәрі алда. Көптен күткен балаларымыз да келді. Өз ата-аналарын танып қоймас үшін біз әртүрлі маскалар киіп келдік. Балалардың екі көздері бізде тіпті ортаға қарай жүрмей тоқтап қалған жайы бар. Бұл менің ақылды да тәтті ұлым Марғұлан. Балалар жайғасып отырып болғаннан кейін бізден көз алмай қарап жатыр ғой. Біз мына жақта ішегіміз қатып күліп жатырмыз. Балаларға жеке-жеке тақпақтар берілмеген. Топпен бірге 3 әнге билеу. Бір тақпақ бар екен, оның өзін апайы оқып берді. Балалардың көбісі бізге қарап дұрыс билемеді. Билерін ұмытып қалды ау деймін. Тек менің ұлым ғана билеп жатыр ғой мына жерде. Баламның алғашқы биін көріп, мына жақта мен мәзбін. Келесі кезекте Аяз ата мен Ақшақар ортаға келді. Балалар тағы да топпен билеп өз өнерлерін көрсетті. Мен болсам мына жақта баламның биін көріп өте риза болып отырмын. Сөйтіп баламды жақыннан түсіре беріппін ғой видеоға. Би үйреткен апайына 1000 алғыс. Ол да бір үлкен еңбек. Балалар өз сыйлықтарын алып, мәз-майран, қатық-айран болып қалды ғой мына жерде. Ал біз болсақ өз маскаларымызды шешіп, балаларымызды құшақтап, фотоға түсіп алдық. Өзімізбен әкелген шоколадтарды балаларға беріп, осындай трендті де түсіріп алдық. Балама жақсы пока деп айтуға бөлмесіне кірсем, баламның екі көзі жасқа толып өкпелеп тұр екен. Баламды қалдырып кетуге қимадым. Осылай киіндіріп қойсам да, сен қала берсей десем, жоқ, мама сенімен барам деп жылап қалды. Сөйтіп өзіммен бірге алып кеттім.